Америка инвесторлары кетіп қалса ешқандай кепілдік жоқ. Ал біз өкінішке орай бүгінгі таңда КТК құбыры арқылы тәуелдіміз мұнайымызды экспортқа шығаруға. 83%. Қарашығанақ жобасы теңіз жобасына қарағанда бір тонна мұнайға салықты көбірек төлейді. Бірақ енді неге теңіз шығару? Өйткені ол көп мұнай 2,5 есе көп мұнай табады ғой, сондықтан да оның салығы үлкен. Мүмкіншілік бар да, туғып отыр көбірек мұнайды экспорттауға. Бірақ енді КТК-ға тіреліп отырмыз. Болашақта енді газға деген сұраныс өте үлкен болады. Және де ұлттық компанияға, Казахгазға өте ауыр тиеді, өйткені жергілікті экономиканы, индустрияны арзан газбен қамтамасыз етіп отырса, экспортқа газ қалмайтын болады. Сондықтан да қазір өте газ саласын дамыту керек. Таяу шығыстағы болған жағдай бізге көп нәрсені түсіндірді да. Өйткені қазір күкіртке деген сұраныс өте жоғары. Кезінде ол енді қоқыс еді ғой, шыны керек. Қазіргі таңда Қазмұнайгаз тек қана ішкі нарықта IPO жасады ғой. Болашақта еркін нарықта халықаралық нарыққа шығу мүмкін. Сол кезде оның пайызы азаяды, мемлекеттің пайызы. Сол кезде ол енді нағыз қалай публичный компания дейміз ғой, соған айналады. Қайырлы күн, Energy Analytics тыңдарманы, оқырманы, көрермені. Бүгінгі подкастымыз өздеріңіз білетін осы сұхбатта бірнеше рет болған қонағымыз Нұрлан мырза, Нұрлан Жұмағұлов мырза. Қош келдіңіз, Нұреке. Рахмет ағеке. Таныстыру керек емес деп ойлаймын. Бастап кетсек болады. Сізді танымайтын адам бәлкім Қазақстанда жоқтың қасы дейді ғой. Сондықтан Нұреке, қазір енді мәселе шиеленісіп бара жатыр ғой мұнай саласында. Яғни негізі дәл қазір негізі сұхбат жасайтын не деп ойлаймын, жендегі кезең деп ойлаймын да. Таяу шығыста болып жатқан оқиғалар жаңағы, одан қалса КТК жаңағы мәселесі. Одан қалса да көптеген мұнайдың бағасы күніге $100 болады, бір қарасақ $80 болады деген сияқты өзі ауытқып отыр да. Өзі сондай бір қалай айтсам болады, өзі бір ауыспалы өтпелі кезең да бір. Соның бір өзіңіз сол мұнай саласының сарапшы ретінде талқылап жүрсек осы сұхбатта. Бірақ енді өзіміз жобалардан бастайық. Мен ойымша бірінші негізі бастайтын сұрақтардың бірі 3 жобамыз: теңіз, Қарашығанақ, Қашаған жобалар. Осы жобалар мысалы жақында бір жаңалық, мысалы өткен жылдың нәтижесімен қарайтын болсақ, теңізде 39 миллион тонна мұнай шыққан екен бір жылда, 2025 жылы. Осыдан 30 жылдан аса бұрын 1 миллион тоннамен бастады. Сонда қарап отырсаңыз 40 есе көтерілді. Ол жылдар Қазақстан 20 миллион тонна мұнай шығарса, қазір Қазақстан 100 миллион тонна мұнай шығарады. Ол кезде 1% шығарса, қазір 40% шығарады. 40 есе көп. Ол кезде 20 миллионнан 1 миллион қанша? 5% ғой, 5%, қазір 40% шығарады. Осы жоба бойынша қызығы мұнай теңізде шегіне жетті. 40 миллион тонна, одан әркім аса қоймайды. Бұдан ары қарай. Өйткені соңғы жаңағы болашақ жобасы ПБР, ол енді бәлкім ең үлкен соңғы жоба теңіздегі. Енді сол жобаларға қызықтыратын лицензияның жақындап келуі. Теңіз жобасы 90 жылы қол қойылды, 2033-ге дейін 40 жыл, қазір 2026. Әні-міне деген 5-6 жыл өтіп кетеді. 5-6 жыл өтіп кетеді. Лицензия қайта қарау жағынан қарайтын болсақ, қандай бүгінгі қарай келіссөздер позициясын болжай аласыз теңіз бойынша жобасы? Енді келісім шарт бойынша сол өзіңіз атап өткендей 33 жылы келісім шарт бітеді ғой. Мерзімі бітеді. 28 жылы қайта қарауға мүмкіншілік бар. Келісім шарт 5 жыл бітуіне дейін инвесторлар айту керек. Қаламыз ары қарай, және мемлекетпен келісім жаңа талап бойынша келіссөзді бастау керек. Бірақ қазір енді білеміз, Шеврон компаниясы қаламыз деп отыр. ақш-та кездесті ғой, өкінішке орай бізге кездесудің нәтижелері белгісіз, бірақ Шеврон қалғысы келіп отыр.
Онымен қатар ExxonMobil да қалғысы келіп отыр. ExxonMobil былай енді ортада сөйлесеміз ғой. Негізі ExxonMobil айтады, неге сендер Шевронды мақтай бересіңдер? Біз Шевроннан жақсымыз. Демек, ExxonMobil да қалғысы келіп отыр. Бәсеке бар арасында. Екеуінде бәсекелестік бар. ExxonMobil Қазақстанға деген үлкен үміт артып отыр. Тек қана теңіз жобасы емес, Қашаған жобасында. Тіпті Қашаған жобасында операторлықта алуға да мүмкіншілігі бар. Жалпы ExxonMobil'дың Қазақстанға деген өте қызық қазіргі жағдайда инвесторлардың көзқарасы. Бірақ енді мен ойлаймын, енді келісім шартты ұзартады. Бірақ енді Қазақстан өзінің ұсынысын талап ету керек. Ол біріншіден жергілікті нарыққа мұнай өткізу. Өйткені бізде болашақта 4-ші мұнай өңдеу зауыты соғылайын деп жатыр ғой. Енді қазір белгісіз Ақтауда немесе Жезқазғанда. Бірақ Шымкент мұнай өңдеу зауыты қуатын 2 есе арттырады. 6 миллионнан 12 миллионға. Бұған енді мұнай керек. Біз қазіргі Эмба-Мұнайгаз, Өзі-Мұнайгаз, Маңғыстау-Мұнайгазда мұнай өндірісі пигына жетті ғой. Ары қарай енді төмендеу басталады. Енді болашақта мұнай өңдеу зауыттарын шикізатпен қамтамасыз ету үшін теңіз, Қашаған жобаларынан мұнайды жергілікті нарыққа тапсыру керек. Сондықтан да келісім шартта ойлаймын. Бірақ енді бір 10-20% өндірілген мұнайды ішкі нарыққа мемлекет жөнелту керек. Мемлекет ұсынған бағамен тапсыру деген ең бастысы. Қазіргі таңда Қашағанда теңіз жобасы да Қарашығанда 100% сыртқа мұнайын жөнелтеді. Келісімде сондай қарастырылған. Ұзартуда болатын болса, бәлкім келісімді сол бағытта өзгертуге болады. Енді еншілесіне келетін болсақ, 50% Шевронда теңіз, 25% Эксонда, 20% Қазмұнайгазда, 5% Лукойлда. Лукойлдың үлесі бәлкім араларында бөліседі. Бәлкім енді қазір жағдайға байланысты Лукойл компаниясы, мен түсінгенім, дүниежүзінде өзінің бүкіл активтерін сатуға қойып жатыр. Түсінгенім, дәл осындай жалғасама сонда әлде өзгеру мүмкін ба? Енші, оны ешкім айта алмайды ғой қазір, ерте ғой. Бұл ерте, бірақ енді ең басында бұл бірлескен кәсіпорын болды ғой, 50-50. Бірлескен кәсіпорын, Шеврон мысалы, бұл жақта қалай айтады, Шеврон акционер ретінде біраз ақша құйды ғой. Мысалы, амортизация деген бар. Кейбір өзін құйған инвестицияларын әлі кері қайтарған жоқ. Шевронның балансында, Қазмұнайгаздың балансында. Егер келісім шарт біткенімен, мысалы, ол заводтың 50% сол акционерлерге. Инфраструктура әлі сол еншілес болуы мүмкін. Иә, оны мысалы сату мүмкін, немесе алып кету мүмкін. Донға жобасын қарайтын болсақ, кезінде Тоталь кетіп қалды ғой, 60%-ын сатып. Сонда сұрақ, ол да өнімді бөлісу келісім шартымен жұмыс істеді ғой. Неге Қазмұнайгаз сатып алды, Қазмұнайгазға тегін түсетін еді ғой деп айтып отты да, өйткені оның келісім шарты қай 26 немесе 28 жылы біту керек еді. Донға жобасы бойынша. Бірақ кейін заңгерлер түсіндірді. Тоталь Донға жобасына 700-800 миллион доллардай ақша құйған, ол ақшаны кері қайтара алмады. Сондықтан да, мысалы, ол сол заводты мысалы сатып жіберуі мүмкін да, мысалы, или кейбір қондырғылары өзімен бірге алып кетуі мүмкін. Сондықтан да мәжбүр болды Қазмұнайгаз сатып алуға дейді да. Сол сияқты да Шевронның әлі кері қайтарылмаған шығындары болуы мүмкін. Және оны құқылы оны сатуға. Енді шыны керек, оға дейін мұнай өндіру деңгейі қандай болады? 40 миллион ба, 20 миллион ба, оны белгісіз ғой. Тонна. Миллион тонна. Технология, мысалы, бізде Қазмұнайгазда бар ма? Қазмұнайгаз оны өзі игере ала ма? Қазіргі қаңтар айында көрдік қой.
бірдей 3 трансформатор жанып кетті да 2-3 аптаға тоқтады теңіз жобасы. Бұл өте күрделі жоба ғой. Күкірті бар, меркаптаны бар. Болашақта мысалы газ емес суды айдайтын боламыз. Өйткені амал жоқ, соған келіп технология бойынша соған келеміз. Бірақ енді бұл жақта бұл бір жағы ғой, екінші жағы геосаяси. Қазір Қазақстан мысалы, Қазақстан мұнайын Қытай, Ресей және сол ақш Европа барлығы өндіріп, барлығы тасымалдап жатыр. Бұл жақта Қазақстан барлығымен дос болып жатыр да. Егер мысалы жоқ, біз Қазмұнайгаз өзі өндіреді десек, қуып шығатын болсақ, Эксомобил, Шевронды, ертең КТК құбыры не болады? Кім кепілдік бере алады? КТК құбыры жабылып қалмайтынына немесе санкцияға ұшырамайтынына қазір ақштың инвестициялары кері қайтарылмағанша КТК құбыры сақтандырылған ғой. Мысалы ақштың қаржы министрлігі осы 22-ші жылы соғыс басталған кезде Ресей мен Украина арасындағы бірден үкім шығарды. КТК жобасы Қарашығанақ жобасына ешқандай санкция жоқ деген сияқты. Егер Америка инвесторлары кетіп қалса, ешқандай кепілдік жоқ. Ал біз өкінішке орай бүгінгі таңда КТК құбыры арқылы тәуелдіміз мұнайымызды экспортқа шығаруға. 83%. Жалпы мен өз ойым, инвесторлар қалу керек, бірақ өзіміздің талапты кішкене көбейту керек. Ең бастысы жергілікті нарыққа мұнайды жөнелту. Екінші жағынан Қазмұнайгаз неге керек? Мысалы кезінде Қазмұнайгаз емес, Қазақстан болды ғой. Бірлескен кәсіпорын болды. Қазақстан және Шеврон 50-50. Қазмұнайгаз кейін қосылды. Ол ұлттық компания ретінде. Қазақстан өзінің үлесін алып отты. Қазмұнайгаз ол инвестор. Ол мысалы теңізден тапқан табысын тікелей бюджетке, тікелей самұрық қазынаға, немесе бюджетке емес, өзінің жобаларына жарату мүмкін. Кейбір жобалары мысалы пайдалы болуы мүмкін, пайдасыз болуы мүмкін. Бірақ енді Қазмұнайгаз да бұл инвестор. Сондықтан да бұл жақта мемлекеттік үлесті көбейту керек деп ойлаймын. Өйткені Қазмұнайгаз өзінің мүддесін қолдап кетуі мүмкін. Теңіз жобасы, ал Қашаған Қарашығанақта? Олар ұзақтау ғой біраз, мен түсінгенім. Олар әлде ерте ма ойлану негізі? Енді Қашаған жобасы бойынша қазір білесіз, өз ол бірінші фазасы дейміз ғой. Бірінші эксперименталдық фазада 400 мың баррель тәулігіне мұнай табуда. Кезінде инвесторлар 3-ші фазаға дейін 1,5 миллион баррель тәулігіне мұнай табамыз деп 3 есе уәде берді ғой. Қалай уәде? Уәде не? Шынымен уәде берді. 2008 жылы келісім шартты қайта қарап 37 жылдан 41 жылға созып бюджеттің шығынын көбейтті. Және бізге айтты ғой, Қазақстанға, ойбай біз 3 есе мұнай көп табатын боламыз деп. Қазіргі таңда қарасақ, бірінші фазада тұрып қалдық. Арбитраж, сот болып жатыр. Қазір 2 арбитраж еді, қазір енді 3-ші арбитраж экологиялық айыппұл бойынша инвесторлар қарсы шықты. 3-ші арбитраж болып жатыр да енді. Бұл арбитраждар қашан бітеді белгісіз. Қайран, Ақтоты, жалпы Қашаған жобасына, солтүстік Каспий жобасына 4 месторождение еді ғой. Кен орны болды. Кен орны. Енді Қайран Ақтотыны уақытында игермеген үшін мемлекет кері қайтарды. Өйткені заң бойынша олар оны игеру керек еді. Бірақ енді мен естуім бойынша акционерлері қарсы. Өйткені олар айтады, біз игеретін едік, сіздер тартып алдыңыздар деп. Бірақ енді ойлаймын, бұл спекуляция. Өйткені олар кезінде қаржы жұмсады ғой, сол Қайран Ақтотыға. Қазір арбитраж болып жатыр.
мысалы мемлекет айтып жатыр ғой, қашаған жобасы бойынша бізге 13,5 миллиард долларды заңсыз есептейміз. Өйткені операторлар ол сатып алуды дұрыс жасаған жоқ, немесе керек емес техникалық операциялар жасады деп. Соны біз мұнайымыздан ескермейміз деп болашақтағы. Сол бойынша арбитраж жасалып жатыр ғой. Оның арасында қайран ақтаудыға кеткен шығындар да бар. Енді ойлаймын, инвесторлар әдейі сақтап отыр. Бірақ енді бұны енді сот, арбитрлық сот көрсетер деп ойлаймыз. Бірақ енді 1-2 жылға созылатын әңгіме. Қарашығанақ жобасы бойынша енді Қарашығанақ жобасы болды ғой, енді газ өндіретін зауыт инвесторлар салмайтын болды. Қалай салмайтын болды? Әлі күнге шейін олар саламыз деп жатыр. Бірақ енді 3 жыл болды ғой. Ертегі болып кетті ма? 3 жыл болды, үстелге ақша қойған жоқ. Енді FID деп айтылады ғой, Final Investment Decision, соңғы инвестициялық шешім. FID болмай, жоба басталмайды. Осы күнге шейін соңғы 2-3 жылда FID болмады. Сондықтан да енді Қазақстан күте алмайды ғой. Қазақстан күте алмайды. Енді Қазмұнайгазбен Қытай қазір енді соқпақшы. Оның қуаты қандай болады? 3 миллиард па, 4 миллиард па, 5 миллиард па текше метр жылына. Ол белгісіз. Енді қазір енді предтеу дейді ғой. Предтеу өткен соң енді белгілі болар. Бірақ енді инвесторлар тарапынан үлкен қаржылық шығындар болмайды. Қазіргі таңда 70-30, 70% Қазақстан алып отыр, пайданың 30%, 30% инвесторлар алып отыр. Енді бұл ары қарай қашан 38 жылы біте ма? Келісімшарт. Мен ойлаймын, ары қарай Қазмұнайгаз өзі-ақ егер алады. Және де қасында Қытай болатын болса, кім біледі. Қытай да ары қарай алып кетуі мүмкін. Өйткені қазіргі таңда сол Қарашығанақ жобасында Березовский дейміз ғой. Қытайдың инвесторлары қаржы құюға дайын. Ол Қарашығанақ жобасында көрші ауылдар, көрші участоктер. Кім біледі, енді болашақта үлкен мұнай немесе конденсат табылып отса, бірге жұмыс істеуге болады. Қазіргі таңда Қарашығанақ жобасында Қазмұнайгаз өзі-ақ жұмысын істей алады. Өйткені болашақта газ өңдеу зауытын соғатын болса, ешқандай қиыншылық жоқ басқаруға. Өйткені ол Қашаған теңіз сияқты өте күрделі жоба емес. Кезінде Совет одағы бастады ғой, ол кезде инвесторлар жоқ етін. Ол кезде бұрғылауды өзіміздің компаниялар жасайтын. Мемлекет жасайтын. Я, сол мемлекетке еншілес. Қандай еді? Әлі күнге шейін бар ол компания тірі. Сол Орал қаласында. Кезінде сол жақта. Біздің бұрғышылар ғой тапқан. Казбургаз деген секілді. Казбургаз емес. Ақсайгаз сервис. Жалпы енді күрделі жоба емес деген ғой, өзіміз-ақ жасай аламыз. Тамаша. Енді осы 3 жобаның салық төлеуіне келетін болсақ. Әркім енді баршаның несінде ең көп салық төлейтін жобалар ғой. Теңіз, Қарашығанақ, одан басқа Қашаған енді көтеріліп келе жатыр. 93 жылдан бері көшбасшы ТШО тікелей қаржылық төлемдер 212 миллиард ақш долларын асыпты. Тікелей қаржылық төлемдері. Прямые выплаты дегеніз ғой, орысша айтқан кезде. Яғни бұл төлемдерге салықтар мен роялти кіреді екен. Олар шамамен ұлттық қор мен Қазақстан Республикасының бюджетіндегі 30%-дан аса үлесті құрайды екен. Яғни осы төлеп келе жатыр ғой. Яғни чемпион дейді ғой, және налог салық төлеуден чемпиондар. Төлеп келе жатыр. Лицензия біткеннен кейін барып, осы дәл солай қалай өзгереді? Жалғаса бере ма? Өйткені осы лицензиядан кейін барып неге байланысты ғой? Шарттарға байланысты ғой. Қалай болады? Яғни қатты өзгерістер бола ма, болмай ма? Енді теңіз жобасы ол өзі бөлек жоба. Ал Қарашығанақ жобасы СРП деп айтамыз ғой. Өнімді бөлу келісім шарттары. Онда пропорция басында мемлекет аз алып отырса,
кейін пропорция өзгереді да мемлекет көбірек алып отырады. Мысалы кезінде Қарашығанақ жобасында мемлекетке бір 20-30% ғана тиесілі болатын ғой. Қазіргі таңда 70%. Керісінше, өйткені олар бүкіл шығынын қайтарып алды. Және де бұл жақта мен Қазмұнайгаз есептемеймін. Қазмұнайгаз өйткені ол инвестор ретінде. Қазіргі таңда Қарашығанақ жобасында 70%-ын мемлекет алып отыр. Бұл тікелей төлемдер және акционерлердің КПН дейміз ғой, корпоративті салық. Ол 30-35%-ға дейін да төлеп отқан барлығыны есептейтін болсақ, қазіргі таңда Қарашығанақ жобасы теңіз жобасына қарағанда бір тонна мұнайға салықты көбірек төлейді. Бірақ енді неге теңіз шығару? Өйткені ол көп мұнай 2,5 есе көп мұнай табады ғой, сондықтан да оның салығы үлкен. Сондықтан егер тоннасына төленген салықты қарайтын болсақ, бірінші орында Қарашығанақ жобасы, екінші орында теңіз жобасы. Теңіз жобасында 45-те 55. 45-ін қазіргі таңда мемлекет алып отыр, 65%-ын инвесторлар. Бірақ оның ішінде Қазмұнайгаз да бар, 20%. 45-65 дегенде 35 шығар. 45-те 55. 45-те 55. Бірақ енді қазіргі таңда егер теңіз жобасы шығындарын кері қайтаратын болса, амортизациясын тезірек жасайтын болса, мемлекетке көбірек үлесі, енді үлес болғанда бұл жақта салық қой, салығы көбірек болады. Бірақ енді бұл жақта Қазмұнайгаз да бар ғой, Қазмұнайгаз дивиденд төлейді ғой, өзінің үлесі бойынша мемлекетке. Жалпы егер де соңғы 2 жылда егер амортизацияны жасап тезірек жасаса, кемінде 55% салық мемлекет тиесілі болады. Ал Қашаған жобасы бойынша максимум 10%. Бұның ішіне қалай? Ол лицензия біткенге дейін 10% болады, ары кетсе, түсінген. Енді қазір арбитраж не үшін болып жатыр? Арбитраж шешіміне көп нәрсе байланысты. Шешіміне. Мысалы, қалай олар? Осы уақытқа шейін олар 55 миллиард доллар қаржы құйдық деді ғой, Қашаған жобасына. Бұл 55 миллиард доллар проценті бар оның. Мысалы, олар депозитке сақтай алатын болатын енді ол ақшаны да, 5-6% да доллармен. 10-15 жылда мысалы ол 55 миллиард долларыңыз кемінде 120 миллиард долларға айналатын еді. Сондықтан да келісім шартта Либор, ол Лондонның банкалық пайызы, Либор плюс 2,5% болатын. Ол 5-6%. Мысалы, қағаз жүзінде инвесторлардың шығыны 55 миллиард емес, ол 120 миллиардқа айналады да, банктық пайыз есепімен. Сол 120 миллиардты олар кері қайтармай, Қазақстан үлесі 10% болып атады. Ол 10% дегеніміз, ол пайда мұнайынан, profit oil дейміз ғой. Қашаған жобасы бойынша мен алдында айтып өттім ғой, 80-де 20. 80%, мысалы айтайық, 100 тонна мұнай Қашаған жобасы тапты ғой, 80 тоннасы шығынға кетеді, инвесторлардың құйған, ал 20 тоннасы ол profit oil, таза мұнай ғой. Соның 20%-ында 20 тоннада Қазақстанның үлесі тек қана 10%. Демек, жалпы 100 тоннаның ішінде Қазақстанның үлесі тек қана 2%. Бұл 2%, және де оларда роялти бар. 2008 жылы іске қосылған роялтидің енді мұнайдың бағасына байланысты. Қазіргі таңда 3%. Жалпы 3%, 2%, және де акционерлер былтыр КПН салығын төлей бастады. Егер бәрін қосатын болсаңыз, 10%. 90% инвесторлар алып отыр, 10%-ын тек қана Қазақстан алып отыр. Бұл енді, егер мысалы біз арбитражды ұтылатын болсақ, инвесторлар екінші фазаға, үшінші фазаға ақша салмайтын болса, демек бұл 41 жылға дейін жалғасады. Ал 41 жылы
қалай болатыны белгісіз. Енді мен ойлаймын, кейбір инвесторлар кету керек, басқа да, өйткені сол 7 акционерлер бар ғой. 7 акционерлердің ішінде Қазақстанмен жұмыс жасағысы келетіндері бар. Және де жұмыс жасағысы келмейтіндері бар. Инвестиция салмаймыз деп. Өте күрделі жоба, ауызбіршілік жоқ. Ауызбіршілік жоқ. Кейбір инвесторлар айтады, келісім шартты қарайық. Біз үлесімізді көбейтейік, сатып алайық, келісім шартты тағы 20 жылға ұзартайық деген сияқты. Бірақ енді ауызбіршілік болмаған соң енді өте қиын. Мен ойлаймын, кейбір инвесторлар өздері бас тартып кету керек. Бірақ қазіргі 1-2 жылда арбитраждың нәтижесін көбісі күтіп отыр. Инвестор тарапынан да және мемлекет тарапынан да. 2 жылда келісім шарты кері қарастырмайды. Және де бағана айтып кеттім ғой, либор пайызы банкалық. Қазір либор жоқ. Қазір белгісіз қандай пайызбен шығындарды санау керек екен. Бұл енді мемлекет тарапынан да жақсы инструмент. Мысалы, мемлекет айту керек, жоқ, 6%-бен есептемейміз, 3%-бен есептейміз деген сияқты. А инвесторлар керісінше айтуы мүмкін, жоқ, біз 7%-бен есептейміз деп. Өте күрделі жоба болып тұр. Мен білмеймін, ол заңгерлер шешер оны. Анау айтады ғой, енді 7 еншілес акционер бар ғой Қашағанның. Қазмұнайгаз алып тастайтын болсақ, 6 ғой. 6 ала болса, ауыздағы кетеді дейді. 4 түгел болса, төбеде келеді дейді. Сол секілді Қашаған теңіз жобасында, Қарашығанақ жобасында 4-еуден де еншілестер. Қашағанда 6-7 да көп. Күрделі, өте күрделі. Бірақ енді Айбеке, бұл жақта біз тек қана мұнайды қарап отырмыз ғой. Біз көбісіне мұнайға көп қатты көңіл бөлеміз, а газды ескермейміз ғой. Газы мысалы өте арзан бағамен беріп отыр жергілікті нарыққа. Ол да бар. Ол бар. Есептелмейтін көп нәрсе бар да. Көп нәрсе. Енді сұйытылған мұнай газы бар да, пропан бутан. Теңіз жобасы бойынша. Ол беріп отыр арзан бағамен, мысалы экспорттық баға. Ол газ мәселесіне қазір келеміз. Қазір енді осыны мұнайдың бір тармағы, яғни мұнай шығару бар, оны мұнайда келесі тасымалдау бар да. Бізде тасымалдау бойынша КТК және экспорттық маршруттар. Айналып келгенде КТК ғой негізі ең көбісі. Каспий құбыр консорциумы Қазақстанның жалпы негізі 83% мұнайын өткен жылы экспорттаған екен. Осы мысалы осыдан бір 15 жыл бұрын 40% болса, қазір 83%, 2 еседен көп өскен да. Енді ол әсіресе осы 3 жобаның негізі мұнайы экспортқа шығарады. Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ. Теңіз, яғни қазіргі таңда ол қандай рисктер назар аударылды? Риск деп біз айттық, себебі тәуекел деген сұрақ бәлкім сөз тікелей аударымға келмейді. Риск деген енді біздің қазір дүниежүзілік қолданыстағы тіл ғой енді. Риск қандай рисктерді қай салада ескермей қалуда? Әсіресе мысалы соңғы болған жағдайларға алатын болсақ, КТК-дағы болған ақау бар жәндегі, одан басқа жәндегі атака жәндегі дронның нелер бар, шабуыл бар деген секілді. Осы бойынша бір әңгіме қозғау жасасақ, қандай саясат, тарифтер, логистика бойынша КТК-ның? Енді Әбеке өзіңіз атап өткендей, баламалы маршруттар іздедік қой. Қытай дейік, Баку Тбилиси Жейхан қостық. Бірақ кезінде 79-80 еді ғой КТК-ның үлесі. Азаюдың орнына көбейіп кетті. Ол демек бәрібір Шевронға, акционерлерге КТК құбыры ең тиімді болып отыр ғой. Ең тиімді болып жатыр. Өйткені оның бағасы арзан. Проблемасы аз. Мысалы, Атыраудан сен мұнайды құбырға кіргіздің, Қара теңізден танкерлерге жүктейсің. Ал Баку Тбилиси Жейхан арқылы операциялар көп. Сен ол бірінші мұнайды Ақтауға жеткізу керексің. Құбыр жоқ. Теміржол цистерналарымен ары қарай кішкентай танкерлерге жүктейсің. Ол Афрамакс, Юзмакс емес, 100.000 тонналық сыйымдылығы. 6-8 мың тонналық кішкентай ғана танкерлер. Өйткені Каспий теңізі өте саяз. Сен ол танкерлермен Бакуға жіберу керексің. Оған ары қарай маршрутын төлейсің. Шығыны шамамен $120, а КТК-ның шығыны орташа есеппен $38 да Қазақстанда. 2,5 есе отыр. 3 есе ғой. Әрине, Шевронға мысалы, Шеврон, Эксомобил, Қазмұнайгаздың өзіне КТК ең тиімді. Және де КТК-дан олар дивиденд алады ғой. Дивиденд қазіргі таңда КТК
құбыры акционерлерге жылына 1 миллиард доллар ақша алып келеді. пайда, иә. 1 миллиард доллар, соның мысалы Қазмұнайгаздың үлесі қанша, 21% ба? Кемінде 180, 200, 220 миллион жыл сайын Қазмұнайгаз дивиденд алып отырады. Өте жақсы жоба жалпы. Бірақ енді қазір енді проблемаларын біз білеміз ғой енді. Украина қанша рет шабуыл жасады КТК-ға. Бір ВПУ кетті, жарайды, енді қазір енді 3 ВПУ-дың біреуі ғана жұмыс істеді ғой, енді екіншісін іске қосты, қазір 2 ВПУ жұмыс істеп жатыр. Бірақ осы аптаның ішінде Украина, Новороссийск, жалпы Новороссийск, Краснодарский край дейміз ғой, 3-4 рет, бір аптаның ішінде 3-4 рет шабуыл дрондармен жасады. Қалаға, иә. Дрондар келетін кезде, мысалы, теңіз капитаны рұқсат етпейді танкерлерге жақындауға, мұнайды жүктеуге. Ол жақта тек қана КТК терминал емес, Шесқарис деген терминал бар ғой. Жалпы халық ойлауы мүмкін әдейі жасап отыр деп, бірақ енді жоқ, ол мысалы әдейі емес, ол қалай айтайық енді, безопасность қой. Ол Шесқариста жабылады, Шесқариста үлкен порт мысалы. Және де енді ФСБ-ның жаңа ережесі бар. Келген танкерлерді инспекция жасайды. Дайверлер түседі да, танкерлерді қарайды, и міндетті түрде ФСБ-ның рұқсаты керек. Бұл тек қана КТК терминалына қатысты емес, жалпы да Ресейдің Новороссийскегі Шесқарисқа да арналған жаңа талабы. Бұл қауіпсіздік мақсатында жасалған. Бірақ қазіргі таңда шторм ғой. Шторм кезінде дайверлер, дауыл кезінде дайверлер түсе алмайды, тексере алмайды. Бұл екінші себеп болып отыр да. Сондықтан да қазіргі таңда теңіз жобасы енді өзінің проекттік деңгейіне қайттан жетуге дайын, бірақ КТК терминалы мұнайды үлгермей жатыр танкерлерге жүктеуге. Сондықтан да осы соңғы 1-2 апта Қазақстан өзін мұнайын көбірек өндіре алмай жатыр. Бірақ енді бұл жақта енді геосаяси керек Қазақстанға. ақш та қосылды, болды, енді КТК құбырына тиіспейміз деген сияқты. Бірақ бәрібір де КТК терминалы сол қара теңізде орналасқанмен бәрібір дрондар ұшып жатыр. Енді біз Украинаға айта алмаймыз ғой, дрондарынды арырақ ұшырындаршы деп. Енді өкінішке орай біз қазіргі таңда тәуелді болып тұрмыз КТК құбырына. Ал Баку-Тбилиси-Жайқан енді ол жаққа максималды біз 20 миллион тоннаға дейін жібере аламыз. Бірақ КТК 70 миллион тонна, а Баку-Тбилиси-Жайқан 20 миллион тонна. Бәрібір Баку-Тбилиси-Жайқан КТК-ны ауыстыра алмайды. 3 есе 4 есе болып тұр ғой айырмашылығы. Жалпы неге дайын болу керек Қазақстан? Қазақстан қиын болып кетті ғой, келешекті болжау деп па? Жалпы бірақ Абеке бұл жақсы жері, басқа экономика салалар дамып келе жатыр. Егер де бұрында біз мұнайға біздің бюджетіміз 40% тәуелді болатын болса, соңғы 1-2 жылда 25% ғана мұнайға тәуелді болады. Ол тікелей төлемдер. Тікелей барлық мемлекетке келген ақшалар, салықтар азайып жатыр. Демек, басқа салалар дамып жатыр. Біз жайлап мұнайдан кетіп жатырмыз. Өйткені бізде қазір металлургия, өндіріс дамып жатыр ғой. Жаңа салық кодексі енгізілді. Көбірек салық. Бұл бір жағынан жақсы. Өйткені жалпы енді үлкен мұнай жобалар жоқ қой. Теңізін кеңейту жобасы 48 миллиард доллар. Сонымен болды. Үлкен инвестиция болмайды. Өйткені Қашағанның екінші фазасына болатына осы 5-6 жылда, 10 жылда менің үлкен күмәнім бар. Өйткені қазіргі таңда инвесторлар дайын емес. Өйткені олар келісім шартты
ұзартса ғана инвестиция құюға дайын. Мгм. Қазіргі таңда олардың жағдайы жақсы. Олар 90% мұнайын алып жатыр ғой Қазақстан. Оларға мұнайды көп табудың керегі жоқ. Өйткені олар мұнайды неғұрлым тезірек, көбірек табатын болса, ол жақта басқа фактор болады да. Осы уақытқа дейін олар соңғы 9 жылда 1 миллиард баррель тапты. Ал келісімшарт бойынша Қашаған жобасы 3 миллиард баррель мұнай өндірген кезде Қазақстанның үлесі өзгереді, көбейеді. А ол акционерге ол керек па? Ол керегі жоқ. Қарама қайшы да. Олар қазір 90%-ын тауып отыр. Оларға жылына сол 20 миллион тонна мұнай тауып отса, жеткілікті. Жалпы енді айтып кететін үлкен инвестиция болмайды мұнай-газ саласында. Сондықтан да енді болашақта мұнай өңдеу зауыттарын соғу керек. Қазір бастау керек, өйткені ол енді салып бітем дегенше бір 5-10 жыл кетеді. 5-10 жыл кетеді ғой енді Қазақстанның жағдайы бойынша. Өйткені халықтың саны өсіп жатыр ғой. Халықтың саны өсіп жатыр. Болашақта өндіріс көбейіп жатыр. Иә. Көрші елдерге экспорттауға мүмкіншілік туатын болады. Бірақ енді ол үшін біздің жергілікті инфраструктураны дамыту керек. Мысалы, қазіргі таңда Қытайға мұнай тасымалдауға болады. Мысалы, Атасу Алашөңкөдің қуаттылығы 20 миллион тонна. Бірақ біз ол жаққа бір 5-ақ миллион тонна жібереміз. Өйткені қазір 1 миллион тонна жібереміз. Енді ол Ресей жіберіп атады ғой 10 миллион тонна. Оның жартысы Павлодар мұнай өңдеу зауытында қалады ғой. Павлодар мұнай өңдеу зауытында қалады да, сол Павлодарда қалған мұнайын біз возмещение дейміз ғой. Соны Атасудан қосып беруіміз керек. Ол өйткені біздің мұнай ғой Павлодарда қалған. Сондықтан да Атасудан ары қарай 5 миллион тонна. Қазіргі таңда бұрында қалай Қызылордадан біз Атырауға мұнай жіберетін болатынбыз ғой. Құмкөл, Кеңкияқ, Атырау. Қазіргі таңда реверс, өйткені Қызылордада мұнай өндірісі 3 есе ма, 4 есе ма төмендеді. Қазір Атырау, Кеңкияқ, Құмкөлдің қуаттылығы 8 миллион тонна ғана. Ал егер біз болашақта Шымкент мұнай өңдеу зауытын 2 есе қуаттығын арттыратын болсақ, Жезқазғанда жаңа мұнай өңдеу зауытын соғатын болсақ 10 миллион тонна. Және де Қызылордада мұнай өндірісі әрі де төмендейді ғой. Павлодар 6 миллион тоннадан 9 миллион тоннаға дейін қуатын арттырмақшы. Демек біз 8 миллион тоннадан кемінде 20-25 миллион тоннаға дейін Атырау, Ақтөбе, Қызылордаға дейін мұнай құбырын кеңейтуіміз керек. Онда ішкі нарыққа кететін болады ғой. КТК-да енді Құдай сақтасын біресе болып қалса, болған жағдайдың өзіне сол мұнайды ішкі нарыққа. Енді жалпы толықтай болмаса да. Жалпы осы 20 жылдың ішінде мұнай экспортқа емес, ішкі нарыққа жұмсайтын болады. Өйткені біздің қазіргі Қазмұнайгазға еншілес компанияларының мұнай өндірісі төмендейді. Теңізде 10 жылдың ішінде мұнай 40 миллион, оны 20 жыл ұстап тұру мүмкін емес. Теңізде мұнай өндірісі 2 есе, 3 есе төмендейді. Және де болашақта үлкен сұрақ туады. Біз өзіміздің нарықты шикізатпен қалай қамтамасыз етеміз деп. Сондықтан да болашақта мұнай жалпы өзіміздің экономикаға жұмыс істейді. Экспортқа емес, ішкі нарыққа. Қазір шегіне жетті, енді ішке қарай. Мұнай мәселесін енді бұл жағынан жақсы жаңалық негізі. Әрине мұнай саласын біз добавочный стоимость дейді жөндегі. Шикізат ретінде емес, оны өнім ретінде көбірек іште өндіру және ол өнімді ішкі бәлкім кейін өнім сатуда болады, экспортқа. Мұнай шикізат ретінде емес, өнім ретінде сатуда болады, бәлкім. Және біздің өндіріске, өзіміздің нарыққа көбірек мұнайды жөнелтуге себеп.
Енді мұнай мәселесін шештік десек те, газ мәселесі әлі өте көп сұрақтар бар. Яғни Қазақстан газ экспорттайтын елге айнала ма, немесе ішкі нарық басымдығы? Себебі біз өткен жылы 4,8 миллиард газды Ресейден сатып алдық. Қанша баға екен білмедім, енді оны қазір талқылап отыр. 5 миллиард Қытайға жібердік. Айналып келген кезде 5 миллиард жіберсек те 5 миллиард алдық. Нөл негізі қатты да газ сыртқа кетіп жатқан жоқ. Осы сұрақтан да Қазақстан келешекте осылай тәуелді болып қала бере ма, ішкі нарыққа импорт арқылы, немесе экспортқа айнала ма деген сұрақ. Қазір енді жалпы біз газымызды тек қана Қытайға экспорттай аламыз. Қытай газды мұнайдың бағасына, формуласы мұнайдың бағасына тәуелді да. 25 жылы мысалы Қазақстан-Қытай шекарасындағы 1000 текше метріне Қытай $230 төлеп отты. Қазақстан біз 5 миллиард текше метр газ экспорттадық Қытайға. Ресейден бір сол шамамен 3,8 ба 4 миллиард текше метр газ сатып алдық. Біз қалай жаз кезінде көбірек Қытайға экспорттаймыз, ал қыс кезінде біз енді қалай отопительный сезон деп атаймыз ғой. Ол кезде экспорт тоқтатылады. Өйткені оңтүстік өңірде газға тапшы. Өйткені барлығы көмір емес, ол жақта үйлерді газбен жылытады ғой. Сондықтан да енді қандай бағамен Ресейден сатып алғанымыз білмеймін. Бұл құпия әбеке. Енді болжам бар, бірақ енді аз емес. Ішкі нарықтан бағаны қарағанда аз емес. Енді Ресей сатпайды ғой дегенім ғой. Жалпы тиынға. Бұрында қалай ынталандыру формуласын енгізді ғой осы соңғы 2 жылда мемлекет. Бізде газ кен орындары өте көп, бірақ баға өте төмен болатын. Мысалы, мұнай-газ компанияларына газды игеру тиімсіз етін. Өйткені олар өте арзан бағамен сату керек. Қанша мысалы? Енді қараңыз, ЛСП газ деген бар. ЛСП газды мысалы попутный газ, енді мұнай-газ компанияның ең басты табыс көзі мұнай болғандықтан ЛСП газды мемлекет өте арзан бағамен сатып алатын. Ол енді 10 мың теңге, жалпы енді 10 мың теңге 1000 текше метріне. $25 ғой. $25. $25-дан да аз ғой, $20. $20. Енді ол қараңыз, SMP Ақтөбе мұнай-газдың бағасы және де басқалардың компаниялардың бағасы. Кейбіреулерден 1 теңгеден сатып алады. 1 теңгеден. Өйткені символический. Өйткені кейбір мұнай-газ компаниялары бар ғой, өздерін газ өндіру зауыттары жоқ, мысалы. Оларға оны салу тиімсіз. Сондықтан да құбырмен ары қарай айдайды да. Оқтан символический сатып алады. Өйткені оны утилизацияға, мысалы, сен жандыратын болсаң, ақша көп төлейсің. Сен ол газды не істейсің? Сен ол газды оданша 1 теңгеге сатқан дұрыс. Сол енді қалай ынталандыру үшін жаңа формула енгізген болатын. $90-120 1000 текше метріне. Жалпы осы ынталандыру формуласының арқасында қазіргі таңда 5-6 компания жаңа газ жобаларын бастап кетті. Бірақ енді олар өте үлкен мега жобалар деп айта алмаймын. Бірақ енді орташа 300 миллион, 500 миллион текше метріне шығаратын кәсіпорындар. Негізі бұл жақсы, бірақ дегенмен де Ресейден сатып алған баға жаңа мұнай-газ компанияларға ұсынылған бағадан артық болмау керек. Мысалы, егер Ресейден біз $120 емес, одан көбірек алатын болсақ, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Онда біздің газ саласы дамымайды. Одан да сіз Ресейден қандай бағамен сатып аласыз қой газды? Сондай бағамен кемінде мұнай-газ компанияларына ұсыныңдар бағаны. Мысалы, Қарашығанақ жобасын инвесторларды
ынталандыру үшін газ өңдеу зауытын соғуға оларға $140 ұсынды текше метріне. Мемлекет сатып алу. Енді Қазақ газ ғой, ұлттық компания. Қазір тек қана Қазақ газ ғой сатып алады. Оператор. Бұл өте жақсы баға, мысалы $140. Егер сол $140 шамасында болатын болса, ойлаймын газ саласы өте жақсы дамитын болады. Бірақ соны өзіне келіспеді ғой, түсінген Қарашығанақ еншілес акционерлер. Аз болды ғой деген 140-тың өзі. Енді олар қалай, Басқа да себептер бәлкім. басқа да себептері мүмкін. Олар бас тартқан жоқ қой. Олар әлінге үшін дайынбыз дейді. Дайынбыз дейді, бірақ ең қызығы дайын болса неге ақшаны ортаға құймасқа. Жалпы газ, енді біз тәуелді боламыз газға. Өйткені қазіргі таңда тесттеріміз көмірден газға өтіп жатыр. Жаңа бұл газ қондырғылары соғылып жатыр оңтүстік өңірлерде. Астананың өзі газға өтіп жатыр. Болашақта енді газға деген сұраныс өте үлкен болады. Және де ұлттық компанияға, Қазагазға өте ауыр тиеді, өйткені жергілікті экономиканы, индустрияны арзан газбен қамтамасыз етіп отса, экспортқа газ қалмайтын болады. Сондықтан да қазір өте газ саласын дамыту керек. Қазір бұл тарапта Қазмұнайгаз бен Қазақгаз өте жақсы жұмыс атқаруда. Инвесторлар дайын. Бірақ енді инвесторларға ұсынылатын баға кемінде $120 1000 текше метріне аз болмау керек. Сонда ынталандырады. Біз дами аламыз. Немесе қазіргі таңда газ компаниялар айтып жатыр, одан да сендер бізге рұқсат беріңдер, біз өзіміз Қытайға газы сатайық деп. Бірақ енді Қазагаз қалай айтады, бізде бір ғана құбыр ғой. Оның операторы Қытай мен Қазақгаз. Қазақгаз айтады, сендер құбырға сыймайсыңдар. Біз сендерге қазір рұқсат берсек те, құбырда бос орын жоқ. Сондықтан да қазір Бейнеу, Бозой, Шымкент газ құбырын екінші тармағын салуда ғой. 15 миллиард текше метрге дейін салынып басталды. Болашақта енді салынатын болса, енді орын болар. Жалпы болашақта жеке компанияларға ойлаймын мүмкіндік беру керек экспортқа шығуына. Өйткені айтып отырмын ғой, экспорттың бағасы $230. Батыстағы баға $120 болатын болса, енді сол батыстан Қытайға дейін тасымалдау енді шамамен $70 ары кетсе. $70. Бәрібір. Пайда көруге болады. Пайда бар. Оны рұқсат беретін мемлекет қой. Қазір рұқсат жоқ қой, түсінген. Енді қазір Қазагаз ғой. Ол ұлттық оператор болғанса, единый закупщик ретінде жұмыс істеп жатыр ол. Өйткені ол балансты сақтап отыр ғой. Керек кезде экспорттайды. Қыс кезінде мысалы жергілікті нарықты қамтамасыз етеді арзан газбен. Енді Қазақгаз осы 25 жылы самұрық қазына және ТШО арасында бір не қойды ғой, келісім шартқа қол қойды ғой. Қосымша газ жергілікті тұтынушыларға беру мақсатында. Бұл құжат Қазақстан ішкі нарығын тұрақты газ жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған. Соның бірі. Қанша текше метр екенін де қазір айтып кетерміз. Яғни ірі компаниялар елдің газ қажеттілігін түсініп, қолдау көрсетуге дайын. Басқа ірі ойыншыларды тартудың қандай перспективалары бар? Жалпы біз жаңа оны талқылап өттік. Негізі жаңағы бағаға байланысты, түсінгенім. Енді 2025 жылы мұнай газ химиясы туралы біз қызықты подкасттар болды, қонақтар болды. Бірақ Нұреке, өзіңізбен осы тақырыпта талқыламадық әлі мұнай газ химиясын көбірек. Қазақстандағы жаңа пропилен зауыты ашылды, полипропилен. Оның көлемі 550 мың тонна. Сол теңізден алған пропан шикізатын жеткізеді. Қазіргі уақытта 8 өнім маркасы игеріледі екен. Сонымен қатар
KMG Петрокем компаниясы мен ТШО арасында 2024 жылы Атырау облысында газ сұрыптау қондырғысына жылына 9 миллиард кубометрде текше метр құрғақ газ жеткізу туралы келісім болды. Оны да бастап кетті құрылысын, қателеспесем. Одан қалса бутадин жобалар. Оны бірақ түсінгенім соңғы уақытта жаңа акционер еншілестің шығуына байланысты бәлкім паузада да қазір. Қай бағыттарда тағы өсу мүмкіндігі бар осы салада? Енді негізі бұл полиэтилен, полипропилен жобаларын осыдан бір 10-15 жыл бұрын бастау керек еді. Қазіргі таңда баға 2 есе өсіп кетті. 10 жылмен салыстыратын болсаңыз. Өсіп кетті, төмен түсті? Төмен түсіп кетті. Кезінде 2-3 мың доллар болатын полиэтиленнің бір тоннасы қазір 1-1,5 мың доллар ғана. Кеш кіріп жатырмыз да, бірақ енді әлі де кеш емес деп ойлаймын. Өйткені қатты пайда таппасақ та, біз енді газды отын ретінде жандырмай, одан пластик шығаратын мүмкіншілік пайда болады да. Өйткені біз бәрібір сол пластикті импорттаймыз ғой. Импорттаған кезде ақша сыртқа кетіп отырады. Ал енді өзіміздің өндіріс болса, ол ақша өзіміздің экономикада жұмыс жасалады. Жалпы бұл керек жобалар, бірақ енді қаржы жағынан есептейтін болсақ, өте үлкен экономикаға мұнай сияқты пайда алып келетін жобалар емес. Өйткені полипропилен жобасын алайық. Теңіз мысалы пропанды экспорттағаса $500 алып атады тоннасына. Ал жергілікті нарыққа сол KPI заводына тапсырған кезде шамамен бір $220, $220-250 сатып атады. Демек 2 есе арзан. Мұнайды ішкі нарыққа жөнелткен сияқты ғой, 2 есе арзан жөнелтеді. Сол пропанды. Бұл бір жағынан KPI мысалы арнайы экономикалық зонада орналасқан, салықтан босатылған. Өкінішке орай әлі күнге шейін этот жоба өзінің жобалық деңгейіне жетіп жатқан жоқ. Ал енді полиэтилен жобасы ол өте үлкен жоба, $7,5 миллиард. Бұл тек қана заводтың инвестициясы. Және де заводқа қажетті шикізат ол этан газы. Сол теңіздің құрғақ газынан 9 миллиард текше метр өндіретін заводтан олар этанды шығармақшы, 1,6 миллион тонн, және пропаны бар ішінде. Оған Қазмұнайгазға ол инфраструктуралық жоба. Ол кері қайтару өте күрделі болған соң, Сибур, Синопек оған дайын емес. Инфраструктуралық жобаға Қазмұнайгаздың өзі 100% ақша құймақшы. Оның жобасы $2,5 миллиард, және де 200 километрлік құбыр тартпақшы. Пропан құбыры және этан құбыры. Оған енді Қытай тарапынан EPCF дейміз, өздері қаржы құяды, өздері соғады, және де тариф арқылы, кім біледі, 10-15 жылда ақшасын кері қайтарып отыратын модельмен инвесторлар тартты Қазмұнайгаз. Қытайдың компаниялары дайын. Жалпы бұл енді экономиканың басқа салаларына дамуға керек жоба. Өйткені полиэтиленнің біз жылына 200-220 мың тоннаны импорттаймыз. Қазіргі таңда полиэтилен өндірісі жоқ. Бұл бірақ ең бастысы завод іске қосылған кезде шикізат арзан болса, сол полиэтиленнен жасалатын кәсіпорындарға мүмкіншілік болу керек. Шикізатты арзан бағамен сатып алуға. Бірақ реэкспорт болмау керек та, соған тыйым салыну керек. Қазіргі таңда мысалы қалай KPI жобасы бойынша жергілікті нарықтағы
полипропиленнің бағасы $1100. Қытайға кетіп жатқан баға $900. Сондағысы KPI жобасына экспорттық маршрут емес, жергілікті нарық премиалдық нарық болып отыр да, былай қарайтын болсаңыз. Бірақ енді қалай енді себебі KPI жобасына 2,6-2,7 миллиард доллар ақша кетті ғой. Қытай берді. Соның 1,9 миллиардын Қытайдан қанша 5-6% алып отырмыз. Оны ақшаны кері қайтару керек қой. Жоба әлі өзінің проекттік деңгейіне жетпеді. Сондықтан да енді Қытайдық кредит бар ғой, соны төлеу керек. Сондықтан да сондай баға. Бірақ енді Қазмұнайгаз бұны ескеріп, енді айтып жатыр енді. Болашақта полиэтилен жобасы іске қосылған кезде баға жергілікті нарыққа баға жақсы болады деп. Бірақ енді KPI бойынша қалай айтады? Егер сіз бәрібір Қытайдан импорттайтын болсаңыз, салықпен тура сол баға болады да. Бірақ енді KPI жобасы шағын орта бизнесті ынталандыру үшін форсаж деген бағдарламасы бар. Өздерінің қоймалары Алматыда, Астанада, Шымкентте, сол Атыраудан сол қалаларға жеткізеді да полипропилен өнімін. Және сол складтан сатып атады. Дамып жатыр да жергілікті. Жалпы енді сондай мүмкіншілік жасағанда, жалпы енді бәрібір түсіну керек. Бензин сияқты енді арзан баға болмайды. Нарықтық бағамен болашақта да сол бутаден, полипропилен, полиэтилен нарықтық бағамен сатып алатын болады. Бірақ енді қазіргі таңда ең қызығы карбамид удобрение дейміз ғой. Сол газдан тыңайтқыштар жасайтын жобалар. Ол карбамид. Қазіргі таңда Ормұз шығанағы жабылды ғой. Сондағысы ол тек қана мұнай, газ емес. Сол карбамид тыңайтқыштар сера дейміз ғой, күкірт. 40% сол шығанақ арқылы өтеді екен. Қазір баға өсуде. Жалпы карбамид тыңайтқыштарға дегенге өте үлкен сұраныс бар. Өйткені бұрында Ресей, Украина еді ғой. Қазір Ресей, Украинада логистика бұзылды. Жалпы баға өсуде. Егін шаруашылығы жалпы дамуда. Біз газдан тыңайтқыштар жасау керекпіз. Қазіргі таңда енді қалай біз газға тапшы болып отырмыз. Ресейден импорттап отырмыз. Барлық инвесторлар қазіргі таңда 4 карбамид жобасы стол үстінде тұр. Ол мен кейбір кезде сұрақ қоямын да, бізге ондай 4 жоба керек, не керек? Газ қайдан? Газ қайда оған? Әрине ол тиімді, мысалы сен газды арзан бағамен сатқанша, бәрібір экспортқа тек қана Қазағаз жіберіп отыр ғой. Сен оданша ол газдан тыңайтқыш жасада карбамид және экспортқа сат, немесе жергілікті нарыққа сат. Пайда көбірек табасын. Бірақ енді ойлаймын, ол 4 жобадан тек қана 1-2 жобасы ғана қалады деп ойлаймын. Өйткені бәрібір енді қалай мемлекет шектеп отыру керек қой. Жетпейді ондай, бәрібір сонша. Бірақ енді былай сөйлестің ғой, бірақ енді энергетика министрлігі қалай олай біз инвесторларға ақша құятын инвесторларға біз көмектесу керекпіз. Технический условия дейді ғой. Біз енді береміз дейді. Амал жоқ, беру керекпіз. Бұл соға ма, соқпай ма? Уақыт көрсетеді. Еркіне өзінің. Иә. Енді жаңағы мен түсіндім, қазір шикізаттан жаймендеп жергілікті не келе жатырмыз ғой. Өзіміздің қамтамасыз ету, біріншіден, екіншіден сол жергілікті қамту, локализация, жергілікті өндірісті дамыту. Іште өзімізде зауыт болу керек. Одан қалса жаңағы мұнай газ химиясына да кеттік, одан қарап отырсақ. Әсіресе жаңағы жергілікті қамту жобаларында бізде 3 түрлі мәселе бар. Ол тауар бар, одан қалса жаңағы жұмыс бар, одан қалса сервис. Осы 3 бағытта жергілікті қамту. Тауар деген енді товар, работы и услуги да, негізі орысша тұру деп аталады. Енді халықаралық жаңағы 3 жобада мен түсінгенім, осы бағытта
қазір мемлекеттің тарапынан қойылған шарттар бар. Тек қана 3 жоба емес, бүкіл жобаларда. Бірақ 3 жобаға ерекше. Өйткені олардың келісімдері ерекше. Олардың бәлкім несі де бөлек те, объем дейді ғой, работа. Көлемі үлкен. Қайбір нелерді мен көргем инфографикада, сіздердің жасаған каналда 70% қателеспесем, закупки ма, ол жаңағы сол 3 жобадан. Теңіз, Қарашығанақ, Қашаған жобасынан. Яғни ақшаның көбісі сол жақта. Ал самұрық қазына ретінде қарайтын болсақ, бәлкім самұрық қазына оның бір 10-20%-ында құрайды. Қалған бүкіл компаниялар. Енді үлкен 70%-ны жәндегі оны Energy Monitor канал директор бойынша сүйене отыратын болсақ, сіз енді көп ақпаратқа иесіз да бұл мәселеде. Үлкен жобадан бастайық. ТШО 2025 жылы қыркүйек деректері бойынша осы бағытта 71%-ға жеткен дейді. Бірге товар услуги работа дейді. Алдында 50-60% болған дейді. Осы бағытта енді әңгімемізді қозғасақ, мен Қарашығанақ, Қашағанды да айта кетейік. Мен ол қазір менде нелер жоқ, ақпараттар сіздерде болу керек деп ойлаймын. Жалпы осы акционерден бастау керек па осы мәселеде? Яғни осы акционер локализация, үлкен ірі жобада көп көлем болған үшін осыларда бастау керек па? Жалпы осы бағытта және қандай нелер қою керек, көрсеткіштер қою керек осыны нақтылайтын? Әбеке, бұл жұмысты негізі 20-25 жыл бұрын бастау керек еді. Болды, басында айтып өттім ғой, үлкен инвестиция Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ жобаларына болмайды. Теңіз кеңейту жобасы 48 миллиард доллар. О баста локализацияны қозғау керек еді, қазір болды, жоба салынды. Тіпті Теңіз жобасы 33 жылға шейін келісім шарттар мердігерлермен келісім шартқа отырған. Үлкен алып сатулар болмайды. Енді қазіргі таңда қалай бензин, примитивный заттарды сатып алады. Өзінің талаптары бар. 15-20% жергілікті тауарлар бойынша жергілікті қамтуға жетеміз деген сияқты. Электроэнергия, сондай примитивті заттар, тауарларды сатып алып, оны сол 20%-ға дейін өсіртуге болады. Біз енді кеш қалдық. Бірақ енді сервиске көңіл бөлу керек жалпы. Өйткені ақша қайда жатыр десек, ол сервисте. Өйткені кез келген жобаны алатын болсаңыз, сіз өзіңіз айттыңыз ғой, товар, жұмыс, қызмет. Тауардың үлесі тек қана 20%. Қалған 80% ол қызмет пен жұмыс. Ақшаның барлығы сонда жатыр. Мысалы, күрделі жұмыс кезінде маржа қайда болады? Сол қызмет кезінде болады, және капиталды инвестиция құрылыс болады ғой сол кезде. Өкінішке орай бізде күрделі жұмыстарда қазақстандық мердігерлік компания жоқ. Осы 30 жыл ішінде біз өзіміздің ұлттық компанияны өкінішке орай жасай алмадық. Құрылыс саласында. Құрылыс EPC дейміз ғой. Инжиниринг, құрылыс және сатып алу. Жалпы жобаны меңгере алатын, өкінішке орай ондай компаниялар жоқ. Ақшаның барлығы, табысының барлығы сонда жатыр. Кез келген жобаны алыңыз қазіргі таңда да. Мұнайгаз саласында болды ғой, инвестиция жоқ қой. Бірақ енді қазір полиэтилен жобасын алыңыз да, 7,5 миллиард долларлық. Ол жақта кім мердігерлер? Ол жақта Қытай және Европа. Синопек, Қытайдың Синопегі, Испанияның Техникасы Реунидас, Италияның Технимонты. Газ сепарациялық заводын алатын болсақ, теңізде 2,5 миллиард доллар. Онда да мердігерлер қазақстандық емес, Италияның Технимонты және Арабтың CCC компаниясы. Біздің қазақстандық компаниялар тек қана екінші, үшінші сатыда ғана қызмет көрсетеді. А ондағы табыс көлемі басқа. Мысалы, Теңіз жобасында ең үлкен қандай компания болды? Мердігерлік. Сенімдік құрылыс. Сенімдік құрылыстың салықтан кейінгі таза табысы қанша?
250 миллиард теңге етін. $500 миллиард. $500 миллиард қанша 4-5 жылдағы тапқаны. Ал жүздеген қазақстандық компаниялар субподрядта жұмыс істеген, екінші сатылы, үшінші сатылы ондай ақшаға ие бола алмады. Сенімді құрылыс Қазақстан компаниясы емес, аты қазақстандық болса да. Енді ол сенімді құрылыс, ТО, ЖШС, жартысы Түркияның НК компаниясына тиесілі, жартысы Американың Бехтель компаниясына. Бірақ ең қызығы, қазіргі таңда теңіз жобасында оптимизация басталды ғой. Қарайтын болсаңыз, шетелдік компаниялар жоқ десе де болады. Өйткені бұрындағыдай табыс көзі жоқ. Бұрындағыдай пайда жоқ. Енді қалай, енді теңіз жобасы енді таза пайда машинасына айналу керек қой. Сондықтан да бұрындағыдай маржа жоқ та. Сондықтан да бәлкім шетелдік мердігерлік компанияларға қазақстандық жобалар қызық емес болды да. Бұрындағыдай пайда көзі жоқ, сондықтан кетіп жатыр. Тек қана қазақстандық компаниялар қалып отыр да. Бірақ енді қазақстандық компанияларға не үшін шетелдің мердігерлік компаниялар сияқты рейт дейміз, ставка дейміз, ұсынбайды. Сол сұрақ мазалайды да. Біз енді мүмкіндік бердік шетелдік компанияларға миллиондап, 100 миллиондап ақша табуына да, бірақ өзіміздің жергілікті компанияларға ондай мүмкіншілік бермейміз. Өйткені шетелдік мердігерлік компанияларды олар портфельный компания деп айтайын да. Өйткені олар бір портфельмен келеді. Мысалы, өздерінің ғимараттары жоқ, офистары. Жалға алады, жоба біте ма, сол келген портфельмен ақшаны толтырып кетеді. Болды. Ал мысалы, жергілікті мердігерлік компаниялар, олар дами бастайды. Басқа Атырауда мысалы көп мысалдар. 5-6 мысал бар. Олар мысалы тапқан пайданы ары қарай, мысалы айтайық, қонақ үй салады, кафе салады, зауыт салады, нан шығаратын, консерва шығаратын, немесе басқа қызмет саласына ақшаны экономика ішінде айдайды да. Бұл өте жақсы. Бірақ дегенмен анау үлкен мердігерлік, шетел мердігерлік компанияларға жете алмайды. Өйткені қаржы жоқ, мемлекет тарапынан көмек жоқ. Мысалы, қалай айтады, банковское обеспечение дейміз ғой. Қазақстандық сервис компанияларында ондай ақша жоқ. Банктар үлкен ақша бере алмайды. Кейбір кезде неғұрлым жоба қиынырақ болса, соғұрлым банкский гарантияның деңгейі жоғары болу керек та. Банк А деген сияқты. Мысалы, Қазақстанда тек қана Ситибанк деген кредиттік рейтинг А-ға бар. Бірақ оның талабы бойынша оборот дейміз ғой компанияның, $200 миллион көбірек болу керек. Жылына ма? Иә, ондай. Теңге емес, доллар. Иә. Сондықтан да өкінішке орай мемлекет осы салаға көңіл бөлмеді да. Өйткені шетелдік компаниялар өздерінің материнский аналық компаниялар, Европадағы, Америкадағы, солар кепілдік бола алады. Немесе Европаның банктары, өйткені біледі ғой, мысалы айтайық, Шлюмберже дейік, НК, Бехтель, олар бүкіл әлем бойынша жұмыс істейді да. Кез келген банк кепілдік бола алады Европаның. Ал Европа банкі мысалы Қазақстанның компаниясын білмейді. Ол өйткені тек қана Қазақстан нарығында істейді. Сондықтан ол қалай кепілдік бере алады? А біздің қазақстандық банктар өкінішке орай кепілдік бере алмайды. Олар залоговое обеспечение сұрайды. Залоговое обеспечение егер мысалда сен ғимаратын, техниканы 200 миллион тұратын болса нарық бойынша, бірақ олар бәрібір оны 100 миллион қылып есептейді. Сондықтан да олар бәсекелес бола алмайды ешқашанда. Қазақстан банкі өткен жылы табыс көзінен қарайтын болсақ, әжептәуір табысқа ие болды да. Каспий, Халық банк, былай көрсеткіштері мұнай саласынан да бәлкім көп тауып жатыр. Неге осы банктер тек қана жәндегі товары жәндегі потребительский емес, жәндегі iPhone алу емес, осындай өндіріске жұмсамайды? Себебі ол ұзақ мерзімді мемлекетке пайдасы көп қой деген ғой жәндегі. Енді кезінде мемлекеттік облигация болды ғой. Әбеке,
риск дейміз ғой. Мысалы, $100 миллион сол ірі бизнеске бергенше, олар мысалы мемлекеттің облигациясын сатып алады, 15-16%. Кезінде сол облигациялар, егер мемлекеттің облигациясын сатып алатын болсаң, сен салық төлемейтінсің. Ол керемет мүмкіндік қой банктерге. Ауадан ақша тауып отыр. Олар сол ірі бизнеске ақша бергенше, одан ол қайтарыла ма ақша, қайтарылмай ма? Және ол жақтан сен салық төлейсің да, КПН. Мемлекет ұсынған облигациялардан сен жақсы пайда көресің, риск жоқ, және салық төлемейсің. Сондықтан да олар дамый береді. Сонда нелер алып тастамай ма едім да, жендегі оңай жағына көшетін жендегі облигация болсын, тағы да басқа нәрселерді алып тастап, осындай. Енді осы жылдан бастап көшіп жатыр ма? Сөйтті ғой. КПН төлейді олар, КПН төлейтін болады, сол мемлекеттік облигациялардан да салық төлейтін болады. Дивидендтерден салық төлейтін болады. Кезінде қалай, егер сен кәседе құжаттарынды жүргізсен, аудиттық отчетность тапсыратын болса, мысалы сен дивидендтерден салықтан босатылатын болады. Қазіргі таңда 10-та алып тастады. Салық енді кәдімгідей күшейтті ғой салық саласын. Мемлекет қолға алып жатыр да. Енді кішігірім бір қазіргі дүниежүзінде болып жатқан мәселелерді бір қозғап жүрсек, Нұреке, геосаяси оқиғалар қызық болып жатыр қазір. Қазақстан енді мәселесі негізі көп қой, бірақ басты мәселелерге тиюге тырыстық жалпы. Енді қазір халықаралық неде Венесуэла жаңа болған оқиға, одан Иран, одан қалса ақш Еуропа қатынастары, Қытай мен Ресей қатынастары арасында осы факторлар мұнай маршруттар мен саланы қалай өзгерте алады? Ормуз шығанда қазір түсінгенім, толықтай жабылмаса да танкерлердің несі баяулатылды да, мұнай жаңағы жөнелту 25% дүниедегі экспорт мұнай сол шығанақтан шығады екен. Қазақстанға салыстыратын болса, Қазақстаннан КТК 2,5% екен, теңіз экспортының. Сонда 10 есе көп та ол жақта. Жалпы осы мәселелер байланысты неге дайын болу керек? Енді ол жақта да, мысалы мен ойлаймын, ол жақта да халық шулаған болар. Неге біз осы Ормуз шығанағына тәуелдіміз, неге осы 10-20 жыл құбыр салмадық деген сияқты. Ол жақта да ойлаймын, эксперттар сол мәселені енді бастады. көтеріп жатқан шығар деп. Басына келді, бұзаудың басына келдік секілді. Бізге енді шыны керек, енді біз тәуелдіміз ғой, біз Қытайға мұнайды көбірек жөнелте алмаймыз. Сол КТК құбырына тәуелді отырмыз ғой. Қазіргі таңда мысалы Рейтерстің айтуы бойынша КТК-ның мұнайына бұрында мысалы брендпен қатар сатылатын болса, қазіргі таңда скидкамен сатылып жатыр. Өйткені тұрақсыздық. Өйткені Европа қазір КТК мұнайына тапшы ғой. Бірақ енді соңғы теңіздағы, КТК-дағы авариялардың салдарынан тұрақтылық болмаған соң арзан бағамен сатып отыр да. Ал енді Ормуз шығанағы жабылған соң бізде мүмкіншілік бар ғой, көбірек. ОПЕК плюс бойынша мысалы біз әлде қайда шамамен күніне 400 мың мұнай азырақ өңдеу керекпіз. 400 мың баррель да? 400 мың баррель. Бірақ одан да көп. Өйткені теңіз жобасын тоқтата алмаймыз біз. Қазақстан 2 миллион баррель шығарады күнде. Қазір енді 2/1 ғой, енді теңіз жобасын есептейтін болсақ. Мүмкіншілік бар да, туғып отыр. Көбірек мұнайды экспорттауға. Бірақ енді КТК-ға тіреліп отырмыз. Енді қазіргі білмеймін енді жағдайды қалай. Каспий, транскаспийский маршрут дейміз ғой. Транскаспий маршрутты осыдан 2 жыл бұрын жұмыс тобы құрылған болатын. Олар енді зерттеу немесе Каспий арқылы шағын танкерлермен
мұнай тасымалдау, немесе Каспий түбінің астымен құбыр тастауға, Бакуға дейін. Сол бойынша жұмыс тобы құрылған болатын. Қазіргі таңда енді олар зерттеу жасауда. Жалпы Атыраудан түсінгенім бойынша Құрыққа дейін құбыр салынады. Ары қарай сол шағын танкерлермен немесе құбыр арқылы. Бірақ оның барлығы, бәрібір оның қуаттылығы 12-ден 20 миллион тоннаға дейін. Жалпы енді осы қазіргі таяу шығыстағы болған жағдай бізге көп нәрсені түсіндірді да. Өйткені қазір күкіртке деген сұраныс өте жоғары. Кезінде ол енді қоқыс еді ғой, шыны керек. Оны мысалы сен тоннасын $25 сататынсың. Қазіргі таңда оның бағасы күкірттің, сера дейміз, гранулды күкірт $500 дейін өсті. Қазір тапшы болып отыр да, жалпы. Өзіміздің айтпай қойықшы, әлем шарын. Өзіміздің зауыттар тапшы болып отыр күкіртке, гранулдық. Өйткені теңіз жобасы күкірт азайтты ғой. Сондықтан да уран саласында қазір серный кислота дейміз, күкірт қышқылы азайған соң өндірісі, уран өндірісі де азайып отыр. Біз көріп отырмыз, енді көзіміз ашылып отыр ғой. Біз бұрын мұнайда шикізат ретінде, газды шикізат ретінде сатып, оны жандырып, сол енді тыңайтқыштар, карбамид, сол салғаны жақсы қолға алу керек. Бұл енді мүмкіншіліктердің кезеңі бізге көбірек келіп жатқан секілді түсінгенім. Енді біз бұрын білмейтін, тек бір жақты қарамайды, тек мұнай шикізат сатпай. Енді біз білмейтін едік қой, күкірт мысалы, шыны керек, мусор сияқты етін да. Мысалы Қашаған жобасы сол үшін айыппұл алды ғой. 2-3 триллион теңге. Сатқысы келген жоқ. Сатқысы келген жоқ, өйткені оларға мысалы оны сату үшін оларға шығын көбірек жұмсалатын болды да, кім білді оның бағасы ұшып кететін. Қазір айыппұлын қайтарса болады ғой. Сату арқылы. Ең қызығы сатып бітті ғой оны. Бітті ма? Иә, сатып бітті ғой. Қазір сату керек еді дегенім ғой. Жалпы мүмкіншіліктердің әр нәрсенің несі бар ғой, әрбір құбылыстың өзінің алып келетін плюстер, минусы бар. Минус жағында біз плюс жағында көре білуіміз керек дегенім ғой. Сосын мен түсінген мынау секілді, жаңағы таяу шығыс, араб елдері, Иран, олар 90% мұнайын Азия елдеріне жөнелтетін. Оның жартысы Қытай және Индия екен да, Үндістан елі. Ал Қазақстанның 5% ғана Қытайға жөнелтіледі екен, экспорттың қалған бәрі 80%-дан жоғары Еуропа елдеріне. Бәлкім бұл да бір нема дегенім ғой, біз бір бағытты қатты ұстанбағанымыз үшін, әрине енді Еуропа десек 80% бір бағыт, бірақ ол жақта бірнеше ел бар ғой. Сондықтан таяу шығыс сияқты Қытайға қатты, бәлкім геосаяси, бәлкім мынау мәселеде Қытай мен Үндістанның ықпалын азайту үшін, бәлкім қазір Иран, Венесуэлаға ақш бәлкім белгілі бір нелер жасап отыр да, және өзінің стратегиялық бәлкім қадамдарын жасап жатыр. Ал біз қатты оларға мұнай бермеген үшін, біз бәлкім оларға неміз бізді, жаңағы бір ошақ емес біз стратегияны бәлкім. Ол жағынан да бір ой түйін. Енді жалпы біздің экспортқа кетіп жатқан мұнайдың 85%-ы Еуропаға кетіп жатыр ғой. Соны айтамын. Еуропаға кетіп жатыр. Біз енді Азия мемлекеттеріне көп мұнай сатпаймыз. Және де енді бұл жақта трейдерлар ғой. Біз Қазақстан өзі сатпайды ғой, трейдерлар. Жалпы менің өзімнің ойым бар да, Қазмұнайгаз үлкен осы трейдерлық саласын дамыту керек. Қазіргі таңда KMG International деген бар компания. Ол өзіне еншілес компаниялардың мұнайын KMG International арқылы Европаға сатып жатыр. Енді Румыния ғой, Румыниядағы мұнай өңдеу зауыттарына. Бірақ енді ұсақ түйек компаниялар көп қой. Бір танкерді мысалы өзін жылына бір 50-100 мың тонна өндіретін мұнай компаниясы ол танкерді толтырамайды ғой. Сондықтан да олар мәжбүр трейдерларға, Vitol мысалы, соларға скидкамен сатуға мәжбүр. Мен енді таныс жігіттермен сөйлескен, сендер қандай бағамен сатып жатсыңдар десем, $11 дейін скидка.
брендқа қарағанда. Әжептәуір. Бұл енді сондықтан да олар айтты, біз енді қазір экспортқа емес, жергілікті нарыққа мұнайды сатып жатырмыз, өйткені бізге тиімдірек дейді да, жергілікті нарыққа. Өйткені сен экспорттық баж салығын төлейсің, трейдерға деген скидкам бар. Қазіргі таңда мұнайдың бағасы $70 болған кезде көп ұсақ түйек мұнай компанияларына жергілікті нарық тиімдірек болды да экспортқа. Ал енді қазір енді мұнайдың бағасы $90 ғой. Әрине қайтадан экспорттық бағыт тиімді болады. Бұл жақта енді ойлаймын, Қазмұнайгаз ол тек қана Румынияға емес, жалпы ұсақ түйек компаниялардың басын қосып үлкен трейдерға айналу керек та, тікелей мемлекеттермен жұмыс істеу керек. Өйткені бәрібір енді ойлаңызшы өзіңіз, скидка $11 дейін. Соның орнына Қазмұнайгаз таба алады деген мәселе. Енді оны 11 енді бір бұяқта бар ғой, трейдерлар енді олар авансовый платеж дейді ғой. Олар мысалы 1-2 жыл мұнайын, мысалы ұсақ түйек мұнайгаз компанияларын мұнайын сатып алады. Авансовый платеж жібереді да, резервке қояды. Сен маған мұнайынды осы 1-2 жылдағы тапқан мұнайынды маған тапсырасың, міне саған ақша, бірақ сен маған скидкамен сатасың деген сияқты. Мысалы ол мұнайгаз компаниясы бір жағынан тиімді, өйткені ол ақшаны мысалы оңғы салудың орнына, мысалы банктан ақша алатын болса, бұл жақта трейдерден ақша алады да, мысалы банктық пайызын төлемейді. Мысалы бұл да тиімді ұсақ компанияларға. Бірақ енді кейбір компанияларда өзінің ақшасы бар, бірақ бір танкерді толтыруға мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан да ол вынужден да сондай трейдерлармен жұмыс. Қазмұнайгаз осыны алу керек та, мысалы Сокар сияқты. Сокар мысалы өзі жасайды ғой, трейдерлік операциясын өзі. Содан қосымша табыс табады. Бұл тұрғыда Қазмұнайгазда қосымша табыс көзіне ие болу керек. Бірақ енді бұл жақта мен ойлаймын, Қазмұнайгазда ақша жетпей жатыр деп ойлаймын да, өйткені сен ол 1-2 жылдық мұнайды сатып алу керексің ғой. Кезінде Қазмұнайгазда ақша болмағандықтан жүгінді ғой, теңізден қашағанның 5-6 жылдық мұнайын сатуға. Витолға сол. Витол болды, түсінген тағы да кім? Трафигураға ма сатқан болды. Өйткені ақша болмады. Қазіргі таңда енді Қазмұнайгаздың тфай-тфай енді жағдайы жақсы, жыл сайын бір $2 миллиард ма? 2 миллиард. Жыл сайын тауып отыр ғой, таза табыс. Акциясы өсіп жатыр деген жоқ. Ликвидность бар деген ғой қазір Қазмұнайгазда. Бірақ енді бір жағынан жобалар да көп та. Басқа да жобалар да көп. Білмеймін енді. Мүмкін ұлттық қордан ақша бөліне ма? Бұл жақта өйткені қосымша табыс көзі да Қазмұнайгазға. Енді мемлекет жағына қарайтын болсақ, мемлекеттің басқару, соңғы сұрақтарымыз бірі, жобалық менеджмент, проектный менеджмент дейді ғой. Соңғы 5 жылда мемлекеттік органдардың басқару тәсілдерінде өзгерістер болып жатыр ма? Қазір енді жаңа басшылық келіп жатыр, жаңа нелер болып жатыр, көзқарастар болып жатыр. Жалпы бұл салада Нұреке енді қанша жылдан бері іште жүрсіз, білесіз, әлі мемлекет жағынан, Қазмұнайгаз жағынан, басқа шетел компанияларында, мемлекет аппаратында энергетика және мұнайгаз саласы бойынша осы салада қандай дамулар, өзгерістер болып жатыр? Енді бәрібір мұнайгаз саласы андай ғой, консервативті түрде жұмыс істейді ғой. Айтарлықтай енді қатты өзгерістер бар деп айта алмаймын. Бірақ енді соңғы өзгерістер бойынша геологоразведка дейміз ғой. Соған өте жақсы көңіл бөлінген. Өйткені бізде дамымаған учаскалар көп та. Кезінде стимул болмаған, экономикалық стимул болмады. Ол жақта қалай сейсморазведка жасау керек, разведочный бурение жасау керек, оған енді ақша қажет қой. Ешкім оны жасағысы келмеді. Қазіргі таңда енді ұлттық компания жасап жатыр, және де шағын инвесторларға да мүмкіншілік беріп жатыр да. Бұрын енді аукцион болса, былтыр біз тек қана бір-ақ рет жасадық. Энергетика министрлігі тек қана бір-ақ рет өткізді аукционды. Бірақ енді биыл аукционның санын өсірмекші. Және де соңғы өзгерістерге сәйкес қалай аукцион тек қана аукциондар емес, мысалы
малоизученный участка дейміз. Егер малоизученный участкалар болатын болса, сен оны аукцион арқылы емес, заявка бересің да, 10 күн ішінде мемлекет саған сол участокты геологиялық іздестіру жұмыстарына лицензия бере алады. Сен ары қарай соның сейсморазведка жасайтын болсаң, ары қарай бұрғылау жасайтын болсаң, разведочный бурение, сен тікелей келісім шарт жасасаң болады. Және де бұл жақта қалай ұлттық компанияға нагрузка жасамау үшін жаңа кодексте, жаңа өзгерістерде андай норма бар. Егер де кез келген инвестор үлкен мұнай немесе үлкен газ табатын болса, ол ірі газ, мұнай кен орындар, ұлттық компания 50%-на сатып алуына кіруіне мүдделі. Бірақ шығынын инвестор мысалы құйды ғой, бірақ сол шығынын төлеп. Бұл негізі жақсы. Кэрри финансирование. Бұл кэрри финансирование емес. Мысалы айтайық, Shell қазір кіріп жатыр ғой, 100%, да, бір Ақтөбе облысында. Егер де Shell компаниясы үлкен мұнай кен орнын табатын болатын болса, ұлттық компания заң бойынша 50%-ға дейін сол мұнай жобасына кіруге құқығы бар. Бұл мемлекет сондай бір критерий қойып қойды да. Бірақ енді ұсақ түйек компанияларға, енді ұсақ түйек месторожденияларға емес, енді ол ірі. Кім білет, мысалы екінші теңіз кен орнын тауып атсақ, мемлекет автоматты түрде 50%-ға дейін кіруі мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, бұл жақта бәрібір Қазақгаз, Қазмұнайгаз, бұлар инвесторлар ғой. Бұл мемлекет емес. Норвегияның Петоро деген инструменті бар ғой, SDFI, State Direct Finance Interest, прямой финансовый интерес государства. Осындай бір инструментті қою керек та, мысалы. Қазіргі таңда қалай PSA компаниясы бар ғой, Қашағанда мемлекеттің үлесін сол PSA-ге тиесілі. Сол Қашаған жобасынан келген табысты тікелей ұлттық қорға жіберіп отыр да. Сол сияқты инструмент керек деп ойлаймын. Мысалы, егер де үлкен мұнай кен орны пайда болатын болса, ол Қазмұнайгазға емес, ол мемлекеттік бір сондай бір инструмент болу керек та. Оператор болмайды, айтайық 49%-ға дейін сол инвестор сияқты кіреді та ақшамен. Бірақ енді дивидендтерін тікелей алып отады. Өйткені Қазмұнайгаз, Казагаз ол 100%-лық дивиденд мемлекетке төленбейді ғой, оның жобасына кетеді. Не үшін енді просто дайын асқа тік қасық сияқты беріп қоя салу керекпіз. Өйткені ол еріншіліктікке алып келеді да ұлттық компаниялар. Дайын асқа. Олар да мысалы ұлттық компания емес, инвестор ретінде қарау керек. Бәлкім болашақта олар енді қалай айтады? SPO дейміз ғой, екіншілік биржалық нарыққа акцияларын сатуға, Лондон биржаға қазіргі таңда Қазмұнайгаз тек қана ішкі нарықта IPO жасады ғой. Болашақта еркін нарықта халықаралық нарыққа шығу мүмкін. Сол кезде оның пайызы азаяды, мемлекеттің пайызы. Сол кезде ол енді нағыз қалай публичный компания дейміз ғой, соған айналады. Ол не үшін біз оны көмектесу керекпіз, не үшін барлық жобаларды беру керекпіз. Сондықтан да бұл жақта бастысы мемлекеттік үлес болу керек. Мысалы теңіз жобасы бойынша да, мысалы қазір егер келісім шартты біз ұзартатын болсақ, Қазмұнайгаздың үлесін емес, қазіргі да 20% ғой, мемлекеттің үлесін қою керек. Тікелей дивиденд алып отыру үшін. Қазмұнайгаз акционер ретінде қалып отыру керек. Сонда мемлекеттің тікелей үлесі қалай келеді, солай мемлекет кетеді. Қазмұнайгаз ішіне келіп, өзінің жобаларын жұмсап, қалғанын мемлекетке жіберіп жатқан секілді ғой жендегі. Енді былай айтайықшы. Мысалы қалай былай жасауға болатын еді, мысалы теңіз жобасы. Өйткені оның Лукойл бар, ExxonMobil, Chevron. Лукойл да қалғысы келеді. Абеке, мен айтайын, қазір Лукойл өзінің халықаралық активтерін сатуға дайынмыз деді. Бірақ қазақстандық активтерді сатпаймыз деді ғой. Қазір Қаламқас Қазар жобасы бойынша
енді логикалық түрде Лукойл шығып кету керек қой. Бірақ енді Лукойл жылдың соңына дейін тайм-аут алды. Өйткені кім біледі енді жылдың соңына дейін санкциялар кім біледі кетіп қалуы да мүмкін шығар. Өйткені қаламқас қазардан кеткісі келіп жатқан жоқ Лукойл. Және де сол КТК, Қарашығанақ, теңіз жобасынан да кеткісі келіп жатқан жоқ. Өйткені қазіргі таңда долларлық табыс алып келіп жатыр ғой Лукойлға. Жақсы дивидендтер алып келіп жатыр бұл жобалар. Жирный нелер. Иә, не үшін Лукойл кеткісі келеді? Жалпы енді былай да үстел үстінде ел керек. Біз мемлекеттік үлес болатын механизмді қоямыз теңіз жобасында. Ары қарай енді қалай айтады? Подписной, қазір қалай айтады? Подписной бонус бар ғой. Кім көбірек ақша төлейді, сол жобада қалады деген сияқты да, мысалы. Кәдімгі бәсекелестік болу керек деп ойлаймын. Бәйге сияқты. Сол кезде Қазмұнайгаз да кәдімгі шетелдік инвесторлар сияқты қозғала бастайды. Сондай болу керек. Мемлекеттік үлесті қосатын болсақ. Сол кезде ол андай қалай айтады? Жарысында бірдей жарысу керек қой дегенде ғой жөндегі. Андай. Айтпесе ол Қазмұнайгаз енді особый условия керек болмау керек қой дегенде ғой. Енді жалпы логикалық сондай болу керек та жалпы. Әділ не ғой жөндегі ұсыныс. Кезінде солай болды ғой, мысалы, қазіргі таңда мен ойлаймын, Қазақгаз бен Қазмұнайгаздың арасында уже бәсекелестік пайда болды. Өйткені Қазмұнайгаз енді тек қана мұнай емес, газ өндірісінде қолға алып жатыр. Бірақ логикалық түрде ол Қазақгаз жасау керек. Енді екеуі арасында бәсекелестік болып отыр. Мысалы, Қарашығанақ жобасында Қазмұнайгаз кіріп жатыр дегенде ғой, бірақ оның газын Қазақгаз сатып алады деген сияқты. Керемет, Нұрлан мырза, көп рахмет. Әрқашанда сіздің сұхбатыңыз андай бөлек қой. Ақпарат көп, жаңа іште жүрсіз ғой. Көптеген мәселелерді былай ашуға да, халықпен бөлісуге. Сондықтан жиі қонағымыз болуға көп алғысымызды білдіргіміз келеді. Келіп тұрасыз, жаңағы уақытыңызды бөліп пайдалы болады деген недеміз бұл сұхбатта. Мен өзімде көп ақпарат шыны керек алдым. Келгеніңізге көп рахмет, Нұреке. Рахмет, Әбеке. Енді жалпы енді мен кешірім сұраймын көрермендерден. Мен жалпы енді орыс тілді форматқа үйренгенмін ғой. Қазақ тілде форматта қиын. Бірақ енді қазақ тілді аудиторияға көбірек жеткізгім келеді да. Дұрыс. Не болып жатқанын. Сізге рахмет. Осы қазақ тілді аудиторияны өте дамытып жатсыз мұнай-газ саласында. Бұл керек бастама. Көбірек қызықты спикерлер тілеймін. Амин. Көбірек болсын осындай сұхбаттарымыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болайық, аман болайық. Көп рахмет сіздерге. Жақсы, Нұреке. Көп рахмет. Аман болайық.